Баршаларыңызға сәлем. Наурыз мерекесіндегі ең керемет дәм бұл бізде наурыз көже. Мен өзімнің жасалған рецептім бойынша видео түсіріп салдым. Осылай 7 түрлі дәнді алып, жуып, оның үстіне ыстық суды құйып шығамыз және бетін жауып бұқтыратын боламыз. Сол кезде біздің дәндеріміз жібиді, піскен кезде жұп-жұмсақ және тәтті болып шығады. Мен 7 түрлі дәммен жасадым. 9 түрлі, яғни тақсан бойынша жасай бересіздер. Содан соң сүрленген жылқының етін қосатын болам. Ол етті де алып, жуып тазалаған соң қазанға су құйып, кішкене ғана тұз салып, осы еттерді қайнаттым. Бір қайнағаннан соң оның көбігі шығады, соны тазалап шығамыз көбігінен. Одан кейін бетін жауып, 1-1,5 сағаттай қайнағанын күтетін боламыз. Бұл наурыз көже өзінің наурыз кезінде жеген дәмімен ерекше деп ойлаймын. Наурыз көжені басқа кезде жеген қалай болатын білмеймін, өйткені жеп көрген емеспіз. Тек осы наурызды арнайлап күтіп, осы айда жасап жеген өте дәмді болады. Наурыз көжені әр өңірде әркім әр түрлі жасайды. Бұның өзінің қатып қалған рецепті жоқ. Әркімнің өзінің қалауы бойынша жасалады деп ойлаймын. Мінекей етіміз бір қайнағаннан соң үстіне біздің жаңағы тастай болып пісетін фасоль, осылай сары жүгері, лобия, бидай сияқты дәнектерді салып жіберемін. Бұлар пісе беруі керек. Содан соң тағы да қайнайды. Қайнағаннан кейін барып етті сүзіп алам. Етіміз пісіп қалған кезде оны турап қайтадан салып жіберетін боламын. Осылай барлығын бір қайнатамыз. Пісіп қалдау деген кезде мейіз, күрішті саламыз. Олар тез пісетіндіктен соңынан салдым. Әйтпесе күріш менде езіліп кетеді. Солардың барлығын салғаннан кейін енді наурыз көженің дәмі, яғни бұл қосатын біздің ағарғанымызға байланысты. Біздің үйде сүт қосып жегенді жақсы көреді. Мен сүт қосып бір қайнатамын, сонымен менің наурыз көжем дайын болады. Ал басқа жерлерде ащылау қылып, құртты езіп, сүзбе қосып, айран, қатық қосып жасай береді. Енді ол әр отбасының өзінің қалауы бойынша деп ойлаймын. Менде енді сүт қосылған наурыз көже дайын болады. Біздің наурыз көжеміз осымен дайын, өте оңай жасалады және дәмі деген өте керемет, ерекше, өзіндік ерекшелігі бар тағам. Біздің наурызымыздың негізгі осы символы наурыз көже болып табылады. Жасап көріңіздер, менің жасағаным ұнаса лайк басып өтіңіздер. Дәмі деген өте тамаша болып шықты. Бір жегеннен барлығын тауысып қойдық. Негізі наурыз көжені тауысып жеген жақсы деп айтылады.